Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге сүт қосып жасалынатын балалық шақтың дәмі коржиктердің рецебімен бөлісемін. Құрамы өте қарапайым әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз. Оның үстіне қант салып араластырамыз. Қант ерігенше жақсылап араластыруымыз керек. Одан кейін бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді жұмсақ сары майды саламыз, немесе сары майды ертіп құюға да болады. Тағы да араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Одан кейін ұн саламыз. Бір шай қасық қамыр қопсытқыш салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Енді салафанға салып, 10-15 минутқа тындырып қойсақ болады. Немесе бірден алып, осы кішкене ұн сеуіп, жая береміз. Жақсылап оқтаумен жайып, шамамен қалыңдығы 4-5 мм болатындай етіп жайып аламыз. Одан кейін осылай формамен кесеміз. Кез келген формада кессеңіз болады. Стақанмен де кесуге болады. Барлығын осылай кесіп аламыз. Одан кейін қалған қамырды да қайтадан жайып, дәл солай кесеміз. Енді коржиктарды противенге салып, кішкене қант сеуіп алдым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Осымен біздің өте дәмді әрі тез дайын болатын коржиктарымыз дайын. Барлық құрамын, мөлшерін мен осы видеоның астына жазып қалдырамын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ қазақша каналды қолдап, тіркеліп қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.